Робопарк роботтар көрмесі аталмыш іс-шараны екінші рет тамашалап отырмыз. Олай болатын болса шамалы шолу әрі кішігірім пікір қарсы алыңыздар. Кіре салысымен сізді түрлі роботтар алаңы қарсы алады. Мұнда айбат шегетін жылан роботтар, ауылдағы сүйікті күшігіңіз сияқты қолын созып сәлем беретін ит роботтар, тіпті қыз-келіншектерге кеңінен танылған терезе жуғыш робот та дәл осы жерде. Роботтар көрмесі ары қарай жалғасын тапты. Бұл жерде үлкенді кішілі әр түрлі домалайтын, жүретін, жаттығу жасайтын роботтар бар екен. Ең ұнағаны дәл осы роботтармен балаларға деген қарым-қатынастың еркін болуы. Яғни кез келген бала егер роботты ұстауға болатын болса, оны ұстап, қозғап көре алады. Әр роботтың қасына кішігірім топтармен жиналып, ол туралы толық ақпарат алуға болады екен. Мұнысы өте ұнады. Мына құрылғы балаларға ерекше ұнады. Олардың назарын бірден баурап алды. Арнайы сенсордың үстіне қолын қою арқылы олар өздерінің қолының моделін виртуалды әлемге жіберіп, сол жерде адам тәрізді роботтармен ойнай алады. Ары қарай сұйық азот қосылған ғарыштық тәттілерді жеп алдық та, аузымыздан дәл осылай буымызды бұрқыратып, концерт көруге кеттік. Концерттің өзі ерекше болды. Балалардың барлық қолдарының жылуымен Тесла атамыздың катушкасын іске қосып, сол арқылы өлең тыңдады. Сізге де ұсынамыз. Кешкі концертімізді ары қарай биші роботтар жалғастырды. Олардың да өнеріне бір баға беріп кетіңіз. Жылдамдатып жүрейік. Кейін ортаға құтты бір немістің овчаркасы сияқты пәрмендерді бұлжытпай орындайтын робот ит шықты. Оның да өнерін тамашалап кетейік. Роботтың биін тамашалай отырып, басында уәде еткендей шамал қорытынды жасап жүрейік. Іс-шара қызық, бірақ ойын-сауық орталықтарынан кем емес ақша шығындауға дайын болыңыз. Себебі кіру билетіңізден бөлек көптеген қосымша іс-шаралар, жейтін тамақтарыңыз және де суретке түсіріп алып кеп береді. Сол сияқты қосымша шығындарға дайын болу керек. Екінші мәселені ұйымдастырушыларға ұсыныс деп айтса болатын шығар. Осынау үлкен көрменің бір бөлігін робототехника мастер-классына берер едім. Себебі балалар роботтарды көзбен ғана тамашалап қоймай, оларды жасауға болатынын түсініп, сол арқылы осы бағытқа олардың шабыты оянар ма еді, кім біледі. Өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.